Ассаламу алейкум. Бүгін детокс марафонның 3-ші күні. Ең алдымен біз завтрактан бастайық. Ол үшін бізге творог және банан және су қажет болады. Қыздар, менің каналыма подписка жасап, лайк қойып, қоңырау белгісін қоюды ұмытпаймыз. Өйткені мен келесіде 4-ші және 5-ші күнгі детокс менюді салатын боламын. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мінекей біздің завтрагымыз дайын болды. Оны осындай ыдысымызға құйып аламыз. Қыздар, сосын бұл смузилардың бәрін холодильникте сақтайтын боламыз, барлығын дайындап қойсаңыз. Енді екінші бізде перекус, оған бізге осындай көк алма, грейпфрут, су қажет болады. Осыларды жақсылап араластырып, ыдысымызға құятын боламыз. Дәмі өте әдемі, керемет, қышқылтым дәм болып шығады, сондай жағымды. Енді үшінші бізде обед. Бұл кәдімгі крем суп ретінде дайын болады. Осындай асқабақ пен сәбізді турап, оны 15-20 минут пісіріп, осындай блендерде майдалайтын боламыз. Бұл да кәдімгі ыстық тамақ, полноценный. Сіздер алдын ала дайындап қойсаңыздар, оны ыстып ішетін боласыздар. Енді екінші перекусымыз, оған бізге алма және слива су қажет болады. Осындай жақсылап бұны да араластырып, ыдысымызға құямыз. Енді 5-ші бізде ужин. Ужинға бізге осындай қияр, сельдерей, алма және де зелень қажет болады. Суды құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын. Осымен біздің смузиларымыз дайын. Ас болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.